Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 89-шы сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. 24-ші тапсырма мәтіндерді оқып, өзара салыстыру керекпіз. Ұқсастығы мен айырмашылығын анықтайтын боламыз. Бірінші мәтініміздің тақырыбы өмірбаян деп аталады. Ендеше осы мәтінді оқып танысайық. Мен Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау мекенінде дүниеге келдім. Әкем ел арасында ағаш ұстасымен, етікші, зергерлігімен танымал болған. Анам Разия дүниеден ерте өтіп, 3 жасымнан бастап қыз тумас әжемнің қолында өстім. 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт Бауыржан Момышұлы мұғалім болдым. Кейін кезекті әскери міндетімді өтеп, запастағы командир атағын алдым. Туған ауылға қайтып оралған соң, біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істедім. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен даңқты генерал-майор Панфиловтың басшылығымен құрылған дивизияға қабылданып соғысқа аттандым. Бұл балалар біздің бірінші мәтініміз болатын. Енді екінші мәтініміз құлын мінген бала деп аталады екен. Бұл мәтінді де оқып тыңдайық. Бауыржан да ауылда өсті. Оның бос құлыны бар еді. Бос құлын Бауыржанның қасынан қалмайтын. Ол құлынның үстіне секіріп мініп шаба жөнелетін. Құрдастары құлын мінген баланың соңынан жүгіріп таңғалатын. Сонда Бауыржан құлынның кекіліне сипап, бұл Тайбурыл, мен Қобыланды батырмын дейтін құрбыларына мақтанып. Бос құлын ақ боз ат болды. Бала Бауыржан ер жетті. Ол фашистерден отанын қорғаған атақты батыр атанды. Балалар, екі мәтінде бізде батыр, жазушы Бауыржан Момышұлы туралы жазылған екен. Енді осы бойынша тапсырмалар орындайтын боламыз. Мәтіндер кім туралы? Екі мәтінде батыр, майдангер жазушы Бауыржан Момышұлы туралы екен. Қай мәтін бірінші жақтан айтылған? Өмірбаян мәтіні бірінші жақтан айтылған екен. Яғни балалар, бұл жерде бірінші жақ деп тұрғанымыз, яғни өз атынан айтылып тұр, яғни мен деп басталады екен. Келесі, мәтіндердегі түсініксіз сөздерді теріп жаз. Мәтіндердегі түсініксіз сөздеріміз дивизия, генерал-майор және фашист. Дивизия деген сөзіміздің мағынасы балалар, көптеген мемлекеттердің қарулы күштері түрлерінің негізгі тактикалық бірлестігі болып саналады екен. Ал генерал-майор болатын болса, балалар, бұл әскери атақ екен. Фашист сөзі одақ мүшесі деген мағынаны білдіреді екен. Балалар, дәптерлеріне жазып ала қойыңдар. Келесі орындайтын тапсырмамыз 25-ші тапсырма. Балалар, бұл жерде өз отбасының бір мүшесінің өмірбаянын үлкендердің көмегімен жазып көр. Бұл жерде балалар, мен көп нүкте қойып тастап кеттім. Яғни сендер кімді жазғыларың келеді, сол кісінің аты жөнін жаз болады. Енді балалар, осы өмірбаянды оқып көрейік. Мен 1987 жылы 16 ақпанда Алматы қаласында дүниеге келдім. Менің ұлтым қазақ. Алматы қаласындағы номері 21-ші мектепті бітірдім. 2008 жылы Алматы қаласындағы өнер институтына оқуға түстім. Қазіргі таңда 4-ші курс студентімін. Мен 5 тілде емін-еркін сөйлеймін. Олар орыс тілі, түрік тілі, ағылшын тілі, француз тілі және қытай тілі. Бұл тілдерді меңгеруіме менің ата-анамның көп септігі тиді. Болашақта еліме қызмет еткім келеді. Келесі 26-шы тапсырма. Балалар, бұл жерде біз көп нүктенің орнына жақша ішіндегі жұрнақтардың тиістісін жалғап, сөздерді көшіріп жазу керекпіз. Бізге ұсақ, жаңа, оң, ірі, көркем және шеге деген сөздер берілген екен. Енді сол сөздерге қажетті жұрнақты жалғайық. Бірінші сөзіміз ұсақ, ұсақта, жаңала, онда, іріле, көркемде, шегеле деген балалар туынды етістіктерді жасадық. Балалар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.